Қайырлы кеш барлықтарыңызға. Бүгін бізде Tesla 4 так 19 ноябрь күнге, яғни бүгінге анализ, жабылу бағасы бізде кеше күн жабылу бағасы мына свечка, 401,25 деген уровень болатын. Бүгінгі бізде жұмыс жасап тұрған свечка ол мына дистрибуционный свечка. Бұның ортасы бізде 412,32, төбесі бізде 423,13 және де төменгі жағы осы цена закрытиямен кішкене сәйкестендіріп алған болатынбыз. Енді мына дистрибуционный свечкамен жұмыс жасап тұрғаннан кейін 4 сағаттық таймфреймда да біз между зеркалками тұрған екенбіз. Между зеркалками бағаның келіп бүгінгі тіреліп тұрған жері мына дистрибуционный свечканың ортасы, және де мына жақта бізде дистрибуционный өскен свечка, оның макс бағасы бар екен. И бүгінгі бізде тоже өте маңызды зеркалка. Мынадан бөлек мына зеркалка болды, потому что мына күні өте қатты құлап келдік, и бұның бағасы бізде 410,04 деген уровень болатын. Бізде мынандай сценарий болды, 405,93 ниже құлап кетсек, алдымен келеді 401-ге, 401 цена закрытияға. Яғни жаңағы алып отырған, қазір екі экранға қойып көрсетейін мен сіздерге. Дневка бойынша жаңағы алып отырған минимум баға, жаңа зеркалканың табаны. Так, дневка бойынша алып отырғанына 95-тен құлайтын болсақ, бүгінгі күннің 4 сағаттың зеркалкасына ниже құлайтын болсақ, 401,25-ке бірінші келуіміз керек еді. Почему? Потому что мына дистрибуционный свечкамыздың құлағаны, бұның табаны болатын. Мына жерден құлай алмай қалсақ, құлап кетсек, дальше біз мына дистрибуционный свечканың табанына былай қарай келуші едік. Одан ары қарай мына дистрибуционный свечканың ортасына дейін бүгін құлап келу керек етінбіз. Но бізді маркет бүгін жаңағы алғашқы уақытымызда мына дистрибуционный свечканың табанынан құлай алмадық, поддержка алдық та. Осы дистрибуционный свечканың табанынан поддержка алсақ, қай жерге дейін өсіп келеміз? Обязательно бұның ортасына дейін өсіп келеміз. Бұның ортасы бізде 412,32 деген уровень болды. 412,32 бізде енді қараңыздар, 4 сағаттық таймфрейм бойынша мына дистрибуционный свечканың ортасы 405,93 еді ғой. Бұның төбесі бізде 412,32 деген уровень болатын. 432,12 деген дневкадағы мына алып отырған дистрибуционный свечкамыздың ортасына сай келген болды. Осы свечканың ортасына сай келген болатын. Енді қараңыздар, 5 минутка бойынша біздегі неміздің отработкасы, мына зонамен де өте мықты отработкасын берді. Бүгінгі мына дистрибуционный свечкамыздың ортасы, 410,04, осы жерге келіп бір соғылып құлайтын болсақ, 98,36 және де 95,94 жақтарға дейін бұлай құлап келуіміз керек еді. Оны бізде бағана уже бір сағаттан кейін, бір сағаттық таймфреймдардың үшінші бір сағаттық таймфреймі орындаған болатын. И 5 минутка бойынша бүгінгі қараңыздар немізді алып келген сценарийімізді. Баға 405-93-тен сразу құлап келдік. Та осы жерден ниже біз мына 401-де 25-ке келдік. Яғни дневка бойынша мына дистрибуционный свечканың минимум бағасына келдік. Осы жерді ала алмасақ, алып кетсек келетін едік 98,36-ға. Ала алмасақ, біз уже 412 жақтарға дейін көтерілу керек едік. Бұл дневканың запасы бойынша, не істеді? 5 минутка, алғашқы 5 минутка келді, жетпеді. Келесі 5 минутка 405,93-тің, яғни 4 сағаттықтағы жаңағы алып отқан зеркалканың астынан люфт тастады да 401-ге дистрибуционны құлап бере салды. 401-ге дистрибуционны құлап бере салғаннан кейін, дальше біз осы цена закрытияны мына табанды, кішкене прошивать еттік та, жоғары қарай уже поддержкамызды алып, 405-тегі жаңағы 4 сағаттың зеркалкасының үстіне шығып алдық та, дальше 4 сағаттықтағы 410,04 зеркалкаға қарай келіп өстік. Мына жердегі 412,32 мына зеркалкаға біз где-то бір 60 центте жетпей қалдық.
денемізді тарттық, менің зонамның мына жердегі зона тұр, осы зонаның үстінде жүрдік 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 жүрдік. Ну, по-любому біз өсетін болсақ, уже мына жаңағы зеркалканың үстіне қарай өсіп 23-ке қарай кететін едік, иә. Но 5 минутка бойынша қараңыздар, бізде көтере алмай қайта қайта свечкалар уже майдаланып кетті. Мынау жақтан өсіп келген қарқынмен $10 жоғары қарай жүріп тастады, иә. Уже қараңыздар, $10 жоғары жүріп тастағаннан кейін мына жердегі бізде 5-минутный свечкалардың қарқыны азайды. То есть лоңқа қарай ол уже 23 жақтарға, мына жерлерге, иә, бара алмайтын еді. Почему? Потому что бағамыз осы 412 мына зеркалканың астында, баға даже жеткізбей жинақтап төменге қарай соққысы келіп тұрды. Келді 5-минуткалар құлатып, мына менің зонам 410-да 0,4-іміз тұр, соның астынан бір құлап келдік. Бір құлап келдік та қайтып келген жеріміз осы 405 болды, жаңағы 4 сағаттықтағы зеркалка, иә. Қайтып келіп, қайтып бір барғымыз келді. Но 410, жаңағы бізде 4 сағаттың зеркалкасы бүгін бізді жібермей қалғаннан кейін дальше уже міне 398-ге бүгін құлап бердік. Мына 398-ге мына свечка, 5-минутканың мына свечкасы негізі мына кезде бір құлатып барып, потом былай қарай лоңқа кету керек еді. Но уже былай қарай айналдырып алып кеп, мына кезде ғана бізді осы 5-минутканың свечкасы дәл қазір осылай орындап тұр. Енді қараңыздар, біз дневка бойынша 412 мына свечканың зеркалкасына дейін бардық та, осы жерге тиіп, уже мына дистрибуционный свечканың қазір табанынан шыққымыз келіп тұр, иә. Мынаның табанынан шыққымыз келіп тұр, қайқа барамыз? Мына дистрибуционный свечкамыздың ортасына барамыз, мынаған, иә. Бұның ортасына барғаннан кейін бұның түбіне де бару керек болады, иә. Мына 487 жақтарға қарай бару керек болады. Яғни қазір бір құлап келетін болсақ, біз осы 395-ке бүгін келіп тиеміз. 398-ді қазір жарып кетіп, 395 жақтарға қарай денемізбен, жаңағы или фитилімізбен келіп тиетін боламыз. Но ол үшін біз уже 95-ке жету үшін бүгін мына минимум бағадан шығып, мынаның ортасы 95. Осыған қарай келуіміз керек. Но алғашқы 4 сағаттық свечкамызды қараңыздар, 4 минут бұрын жаңадан біздің свечкамыз ашылды. 4 сағаттықтың екінші маркетіміздің екінші свечкасы ашылды. Пока что қысылып жатыр. Енді қараңыздар, баға не істеп тұрған, жаңағы дистрибуционный свечкамыз, сол свечкамыздың табанын перелом жасай алмай 4 сағаттық свечка жабылып қалды. Осы жерден бір тексеріп лоңқа кетсек, қайтадан мына жерге, а то 410 жақтарға лоңқа қарай баға кетіп қалуы мүмкін. Бүгін біздің шорт лонг берген себебіміз негізі осыда. Баға сәл қысылды, потому что баға қысылатынын біліп тұрмыз ғой. Мынандай свечка болып тұр. 4 сағаттық екінші свечкасы вообще мынандай плюсик болып қалған ғой. Денесі даже мынандай емес, мынандай емес, да. Мынандай да емес денесі. Баға просто так мынандай плюсик болып қысылып қалғаннан кейін бізде алғашқы жарты сағатымыз, міне алғашқы жарты сағат демей қояйын, алғашқы 10 минут, 15 минуттық таймфреймдарымыз міне қысылып лоңқа атты. Лоңқтан осы зонамызды ала алмай, мына жердегі зеркалкамызды дневка бойынша ала алмай, повторно барып 4 сағаттың зеркалкасынан откат алып, баға осы жерден бүгін осылай құлап берген болатын. Енді маркетта не всегда идеальный жүріс болады, не всегда. Бүгін баға қысылып қалуы мүмкін, ертең әдем жүру мүмкін деген сияқты. Сол үшін де маркетке қатты ожидание қойып алмаңыздар. Бүгінгі разбор ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер, қолдап кетіңіздер, достарыңызға таратыңыздар. Тіркелмеген адамдар болса, тіркеліп кетіңіздер. Келесі разборда жолыққанша.